Ал мен Семей қаласындамын, аэропорттамын. Қазір Астанаға ұшқалы жатырмыз. Fly Arыстан әуе компаниясымен ұшамыз, міне билеттерімізді алып алдық. Енді тосып отырмыз. Міне Семей қаласының аэропортының іші. Семей қаласының аэропорты аса қатты үлкен емес. Екінші этажда Лидо деген кафе бар. Адамдар уже дайындалып жатыр отыруға. Екінші этажда адамдар өте аз, сол үшін екінші этажда отырғанда мен өзім жақсы көремін. Адам да аз, ұшу да аз. Ал біз күту залында отырмыз, адам өте көп екен. Міне Семей қаласының аэропортының күту залының іші осындай. Және осы жерде азғантай тамақтар сатылады. Ал міне біздің самолетіміз келді, Fly Arыстан әуе компаниясы. Ауа райы аздап салқындау болды, әрі жел бар екен. Міне Fly Arыстан компаниясының ұшағы осындай. Құрметті жолаушылар, тезірек ортамызға жайғасып, басқа жолаушыларды өткізіп жіберіңіз сұраймыз. Көмекшілікті. Міне қауіпсіздік ережесін айтып жатыр. Міне ұшағымыз орнынан қозғала бастады, қазір ұшуға дайындалып жатыр. Міне Семей қаласының аэропортының артқы жағындағы көрінісі, яғни ұшақтар ұшатын жағынан көрінісі осындай. Міне қозғалыс, яғни биікке көтерілу басталды. Ал жолымыз болсын, қазір видеоны жалғастыратын боламын. Ұшақ ішіндегі ережелерді оқып отырмыз. Қауіпсіздік ережелердің барлығын міндетті түрде оқып шығу керек. Екі жақ бетте бар. Қалай маскамен пайдалану керек, және қандай жағдайда не істеу керек жазылған. Және Fly Arыстан кафесі, міне бағалары, мысалға осындай ыстық тамақтар 3000-нан, 1000-нан, тәтті комбалар 600 теңгеден бар екен. Және осындай аксессуарлар. Және де жеңіл тамақтар, сусындар 500 теңгеден, тәттілерді, ММДМС, Твикс сияқты заттар 500-ден екен. Және де ішімдіктер де бар екен. Мен бүкіл жол бойы осылай ұйықтап бардым. Сол себептен де көп видео түсіре алмадым. Міне біз Астана қаласына жетіп қалдық. Қазір биіктікті ақырындап төмендеп келе жатырмыз. Ал міне Астана қаласына келіп жеттік. Сыртқы далаға қарап, Астана аздап салқындау екені білініп тұр. Және де жаңбыр да жауып тұрғаны бірден білінеді екен. Ауа райы аздап салқындау. Міне біздің ұшағымыз қонуға дайын, және де сәтті түрде жерге қонды. Міне біз келіп тоқтадық, елдер шапалақ ұрып жатыр. It has been a absolute pleasure having you on our flight, and we look forward to seeing you aboard very soon again. On behalf of Arstan, I apologize for the delayed flight introduction. Міне Астана қаласының әуежайы үлкен екені бірден білінеді. Біздің ұшақ бірден аэропортқа жақынырақ барады. Өткен жылы біз самолеттан түскен кезде бізді автобуспен күтіп алған еді. Ал міне біз уже шықтық. Біз Астананың әуежайындамыз, ташкентке түсіп бара жатырмыз. Ал біз аэропорттың ішіндеміз. Барлығына рахмет, сау болыңыздар.